Төбе Құрайлы ауылынан 8 нөмірде Гауқартас Аққасанов Ерболаттың сәйгілігі Ойыл ауданы. 15 нөмірде Нұртөре Нұрторы Есенбай бейбіт жауып отыр. Ахметжанов Нұрдың сәйгілігі. Ол да өзіміздің Бекқұл баба ауылынан. Міне 17 ат қатысып отқан ағайын. 17-тен 5 орынға жүлде. Бірінші орыннан алуларыңызда тұр ағайын. Кроссровер Жип автокөлігі. Аттың атын білсек те, автокөліктің атын көрінбей тұр. Жеті деген автокөлік тігіліп отырған, Жеті қазақша айтқанда жеті ғой. Қатысып отыр. Сол өңірлерден көп қатысып отыр ағайын. Абай Отама, Алматы, Ақтөбе мен Мұғалжарға кімге бұйыратын көреміз. Міне, асықпа әлі алдыда 9 айналым бар. 17 номер мен 5 номердегі сәйгілік Атаман Нұртас Атабзелдер дүкені ат иелері Майлыбаев Жандос, Ақтөбе Сейдулла Айдар. Нұртас Атабзелдер дүкені тек қана Ақтөбе қаласында емес, бүткіл Алашқа, бүткіл отандық өнімді қолдан тігіп Нұртас Атабзелдері. Бана тоқпай екенін білмей қалдым, мен әкел қош жолы жарайсың астында. 12 номердегі Ақбақай Қойшыбаев Русланның сәйгілігі ағайын. Ақбақай бәрі қолтумалар салаңдап, қиқаңдап, қоқаңдап, қара тартысы кетті. Майысып бара жатыр жаңа туған. 9 айналым бар шабандоз. Бұлардың да байқасаңыздар ақырындап шауып бара жатыр, ақырындап. Бізді ақырындап жүргізіп отырмыз. Бұл аттың шабысына қарай жүргізіп өзімде. Қат жапса қат сөйлейміз. Аттың үстінде келіп отырмыз. Дара келатыр әзірге. Екі ат әзірге дара келатыр. Бұл жауап отыратын сияқты. Сондықтан барлығын өйстіп сезініп қарап отырыңыздар. Міне астында қаржыға шаршамай бара жатқан шабандоздың отырысынан ақ байқауға болады. Bir қалыпты, байсалды, салмақты, жан-жақты, ешқандай кері жоқ. Әлі тері шыққан жоқ. Тым тырыс кетіп бара жатыр. Бұл тыныштықтың белгісі. Дұрыс па ағайын? Ал 5 номердегі тұлпар да ол да қатарласып, жағаласып, бірге сапарлас. Екеуі бірге топ бастап барады. Қол бастау мен топ бастау, сөз бастау қиын екен. Осы сақты одан бері қарай алтын орданы Алашты көрсетіп бере жатқандай. Сондай бір руханият пен құрмет қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады. Бұл да бір керемет көрініс. Бұл да бір керемет. Әдемі кетіп бара жатыр, әдемі. Номерді отқан Қарақұс Хамит алды. 12 номерді отқан Ақбақай Қойшыбаев Руслан кетіп барады. 12 номерді байқап отырыңыз, сіздердің ат кетіп бара жатыр. Ал 6 номерде біздердің ат кетіп бара жатыр. Бұл жерде енді біз өзіміз кино көрсек. Міне жаңағы біздің қай аттар бұлар? Қазір таныстырамыз. Қаршыға ғой ар жағында. Бер жағында Атаман. Бірінші Атаман кетіп бара жатыр ғой. Атаман мен Қаршығаның арасындағы текетірес жарыс ақырында. Бүгінгі алаңның өзінде мынандай ипподром атшабардың өзін қараш қандай керемет. Қазақстанда көп бұндай кездесе бермейді ағайын. Қара терге түсіп бара жатыр. Қара кілем жапсаңыз қара нарға жарасар, қара жауып жапсаңыз қара керге жарасар. Жүршіге жарасар, балаларға жарасар, қара керге жапсаң артында 7 айналым қалды, шабандоз, 7 айналым қалды. 7 айналымды өтсең, 7 жігін алып кетейін деп отырсың ғой бұйырса. 7 айналым. Бірінші номердегі құтты дейтін сәйгілік. Қосмағанбет Сағындықтың сәйгілік. Қолда, ауылы барсыздар ма? Қолда кетіп бара жатыр. Қолда. Кеш Әлия Молдағұл апамыздың туған жері. Қолда да өткен 100 жылдықтың өзін жақсы білеміз. Әлде тілге тиек етеміз. 7 айналым бар. 7 айналым деген өте қиын айналым. Не ар емес, не бер емес, не жібере алмайсың, не тарта алмайсың.
11 айналымнан 7 айналым қалды. Шабандоз, естіп отырсаң 7 айналым қалды. Қара, 7 айналымдағы 7-ші номер жақсы кетіп бара жатыр. 7-ші номер тарпып, шарпып, жіберде жалынып, жылдыға. Былай қарасаңыздар, 350 жыл, 3 ғасыр, 3,5 ғасыр өткен заман, былай қарасаңыздар. Көз алдымызда зулап жатқан. Сіздер қимылдап бірге айтып отырыңыздар. Рух көдер, атай. Жібер шығардыңыз. Қара келген жатырмыз еще. Қара келген Маңдайым күнге күйдіріп, жошыға көзіне қараған, бұйрығын жалын түйдіріп, қара шалуан жасы жараған, айда бала, Şabandoz, yıkıp gitti, alkıp gitti, oya! Bugün şalkısın, atiyesinin şalladı yekenin ayabıkın, aldayla bakmayın şırağın. İşver, altaynadım kaldı, altına kaynal! Altına kaynal, Şabandoz, Şabandoz, dilimizde bir olmakla başladı, orada çakarıp başladı. Arayın bir bu basar başladı, Şabandoz'dan karısıp para жатыр. Әне тұр қызылда. Көпшіліктің ішінен жалғыз өзі. Әне тұр міне. Бозақ. Міне. Аман келдің аты Қарагер ғой. Деп Шабандозда жалынып, Қарагер кетті. Бас бермей ешбір ат дос көрмей. Аман келді аға, ассалаумалейкум. Қалдапта чабысына чақ келмей. Күрек ат кетті, қалыспай жүнқылып барады ғарышқа. Қалай отыр Шабандоз? Мен нарағам ғой, нарағам. Аман келді бегі. Таппай арада жүйріктер кетіп барады. Қарагер соңғат. Тау адам ғой, тау адам. Артта қалады. Қарагер соңғат дейді. Үстіне емес бұлтын бар, күшіне қарай шабады. Расында қарай, күшіне қарай шабатпайдан анық. Олардан Секен ағай ағалар, Бөбекбай көкелеріміз кетті. Содан міне қазір 2 шақырымға 10 километрге чауып жүрген аттымыз 28 километрге дайындап отыр. 31-41-ге дейін жаптырамыз бұл аттарды. Ой, жап. 5 айналым қалды, Шабандоз. 5 айналым қалды. Кішкене сендер де шоу жасаңдар, шоу. Шоу десең, шоу олайын деп тұр ғой. Аржандамыз бе 5-ші номердегі Атаман, Ақтөбе облысы. 17-ші номердегі жаңағы топ басында жүрген Қаршыға. Ол да Ақтөбе қаласының сәйгүлігі. Міне 5 айналым қалды ағайын. Қызықтың көкесі енді бастады. Аласаңыз қағаз. Топ енді көтеріле бастады. Міне 1-ші номердегі сәйгүлік. Көтер, ақырындап көтеріле бер. Ат жақсы терін шығарып алған. Қуа бастады. Қаршыға, Атаман. Ой, бас! Қуып жететін сияқты. Қуып жетеді қазір. Жетір. Қолдарыңызда. Міне халықта тіріле бастады. Міне топ тәжірибесі. Соны қазір
Boşurdadım amanı kurulan anaşka orta şirin sakay. Mine kadırla kaydırelin azamat, kalgan azamatlılık kıvat deydi. Bir jüyük bolat, bir jüyüktün artından jüyük tuvat, bir жылқының өзі бүткіл. Қораны бір жігіттің өзі бүткіл ауылды, бір азаматтың өзі бір бүткіл. Қаланы сүйреп келе жататын айдаладық. Міне сол өңірге, сол Мөңке би бабамыз Ақтөбеге қарай емес, жалдан қалмай, ат басын бұрып жатқанмай тегедейік. Бәйгіні қадағалап басқасын көрді. 4 айналым қалды, 4-ші номер. Саған 4 айналым бар әлі алдыда. Асықпа, аптықпа, байқа, енді вайна. Жаңа басында айттым, бұл бәйгі дала театры. Бұл жерде мелодрама, драма, трагедия, боевик, шайқас, жаугершіліктің заманы. Бұл дала театр енді басталды қадырлағай. Және де осы бәйгімізге бабаның астына ат басын бұрып отқан жаңа атап өткендей Жанарбек көкеміз келіп отырса, тағы да депутатымыз Болат Бек көкеміз де топ арасында отыр ағай. Халықтың арасында біздің депутаттың, азаматтың барлығы халықпен санасып, халықтың, жұрттың, ұлттың, ғұрыптың салт бұққан шығатылып, әруаққа да, шаңыраққа да назар аударып отқанымызды айта кетейік. Кеше ғана Әлия Молдағұл апамыздың 100 жылдығы өтті осы Қобда ауданында. Енді бүгін міне Мөңке би бабамыз бүткіл ортақ, бүткіл Азияға, әлемге әйгілі Алашқа ортақ атамыздың бәйгісі аламаны кең көлемде өтіп жатыр. Міне сол бәйгіде 6-шы номердегі шабандоз. Бұл шабандоздың енді жасы үлкен, салмағы үлкен сияқты атқа емес. Ана 20 атта еді, 20-дан бір ары кетсе 4-5-еу ақырын-ақырындап айналым тауықтай бастады. Таңатар Қобыланды көкеміз білесіздер ағайын. Жалпы бәйге әлемінде 1-ші номерде рекорд жаңартқан кісі. Қобыланды ол кісі 120 авто ағайын. Сол кісінің міне аты кетіп барадыр 5-ші номерде. Шапалаурық бе! Көкеміз Ақтөбеге кетіп бара жатыр. Бақ төрі! Ақтөбе! 120 автокөлік ұтқан. Ол тарихта ешкім жаңартқан жоқ. Сол көкеміздің жолын берсін. Сол көкеміздің 5-ші номері аты кетіп бара жатыр. Сол атқа да қарап отырыңыздар. Қанша айналым қалды бізде? 3 айналым қалды. 3 айналым қалды. 300-дің басын қосқан. Ұлы бәйгеде 3 айналым қалды. 17-ші номерде топтың басында Қаршыға әлі бар. Дінаман. 21-ші номердегі Қарлығаш. Искак Мирамханның сәйгүлігі. Ол да топ арасында легенда, фаворит, звезда, жұлдыздар ағайын. Қосқан бәйгелерінде бәйгісі қалып атқан жоқ. 3 айналым қалды. Мына бір тұлпар сәл-сәл шалдығып шаршаған екен. Шабандоз ат сенен басқа ешкім сезбейді. Біз шап, жібер, өте керемет шауып келе жатыр. Бағанағы шабандоз ғой. Биылғы енді сезон соңғы бәйгесі, енді жылдықта пенсияға шығады ғой. Көріп тұр ғой. Шапалап ұрықпайық биылғы сезонда шауып тұр 6-ші номер. 6-ші номер. Жылқыменен 2 шатын терлейді жылқы деген күніңді қаратпай дәрігерге урологтың атасы жылқы деген дейді. Қанша айналым? 2 айналым, енді басталды қырғын. 5-ші номер, 4-ші номер. Әлі де болса алдыда Қарақұспен Атаман кетті. Қарақұспен Атаман, оны қуып бара жатқан 9-ші номер Қаман. 21-ші номерде Қаршыға, 17-ші номердегі Қаршыға, 21-ші номерде Қарлығаш. Міне аттан ат үркетін фаворит аттар ағайын. Ел ішінде әйгілі қалқамағында Қарақұс кетті. Міне бәрінің аты қыдан бастылар, байқайсыздар ма? Қарақұс, Қарлығаш, Қобда, Қаршыға. Жалпы өзі жақсы сөздің барлығы. Жалпы өз жақсы сөздің барлық қыдыра, қатын қалаш, қыз қырқын, қазғарта, қуырда құрма, қарта, қабыр, қатынның өз қыдан бастап білесіздер. Ол тоқтат шығу керек қой. Жақсы сөз, өйткені соңғы айналымға кетеді ғой. Соңғы айналымға кетеді ағайын. Мөңке би бабамыздың 350 жылдығына
арналған бәйге соңғы айналымға кететін болады. Тұлпардан тұлпар туады, сұңқардан сұңқар туады, асылдан асыл туады, жалқаудан асыл туады, масылдан балықбас туады, тіласардан қалықбас туады, қаздан жарықбас туады, сараңнан бермес туады, соқырдан көрмес туады, молжыңнан езбе туады, қыдырмадан кезбе туады, тұлпардан тұлпар, сұңқардан сұңқар туады деп мүмкін Атаман мен қара құс кетті. Оның артынан 21 нөмірде қарлығаш кетті міне ағай. 3 тұлпар таласып кетті. Таласқан сайын жарасып кетті. Қай атқа бұйырады? Атаман ба? Қара құс па? Қарлығаш па? Артында кетіп бара жатқан қарлығаш, қасында кетіп бара жатқан атаман, алдында кетіп бара жатқан қара құс. 9 нөмірде қалқаман міне алдымызда жүгіріп емес жүріп бара жатыр ағайын. Қалқаман, тоқтама! Жоламан, тоқтамай ақырын естіп ұрсаң, 4-ші келуіңе мүмкіндік бар. Қай өңірге бұйырады? Атаман Ақтөбенің аты, қара құс Атыраудың аты. Ал қарлығаш Абай облысының аты ағайын. Абайға бұйыра ма? Ақтөбеге бұйыра ма? Жоқ әлде Атырауға ма? Көрейік, қарлығаш қала бастады, атаман оза бастады. Қараңыздар, шөбі 300-дей біріге бастады, ошақтың 3 бұтындай біріге бастады. Ақырын қарлығаш қала бастады, атаман оза бастады. Ақтөбе шықты дейді ағайын топтың басына. Абай 2-ші келатыр, Атырау 3-ші келатыр. Мөңкөбей бабамыздың бәйгесінде Ақтөбе намысқа тырысып бара жатыр. Бәйгені қолдан бермеспіз деген намыспен жауып бара жатыр ағайын. Бұл жерде табыс емес, шабыс емес, жарыс емес, намыс шабатын айналаны. Екеуі қатарласа бастады, қадамдарына қатар баса бастады. Екеуі бір-бірін аңдып, бір-бірін қуа бастады. Атаман алдына шыға бастады. Ақырындап шабандозда қамшыны ұра бастады. Шабандозда бой көтеріп тұра бастады. Жоқтығы көріне бастады. Атаман жеке дара бөліне бастады. Ағайын жұрт, тік жолға екеуі бірге түсе бастады. Қырылыс, шайқас, қырғын енді басталды. Мөңкөбей бабамыздың үшін бас жүлде автокөлік клубы ағайын. Міне алдарыңызда 21-ші номердегі Қарлығаш Абай облысы, Атаман Ақтөбе облысы. 2-ші Қараш Абай облысы Қарлығаш ағайын. Әмір Сералы, Искаков Мейрамхан, Мирсалимов Азамат дайындаған. Аягөз ауданына құрмет, қошемет. 180 жылдық өткен өмір ағайын. Бас жүлде Красовин Чиф автокөлігі. 2-ші келген атаман Сейдулайдар шапқан Нұртас Атапзелдер дүкені, Майлыбаев Жандос, Ақтөбе қаласы 2-ші орын. Құтты болсын Нұртас. Міне 2-ші келген аттың иесінің қуанышын қараңыздар. Ал бірінші келген аттың иесінің қуанышы қараңыздар. Қуанышында чек жоқ. Маңдай тер, ерек еңбектің бәрі ақталғанмын. Тарихта қалдың сен. Мөңкөбейдің 350 жылдығын кезінде менің атам ұтқан деп сенің шөберең, туажатың неменең айтып жүреді. Марқұм атам жақсы адам еді деп бұйырса. Міне соған жеттің, тарихта қалдың сен. Легенда. Покер Азамат атақты. Покер деген атымен бүткіл әлемге тайылма. Жарайсың. Ат жарату керек, ат алу керек. Азаматсың. Мөңкөбей бабаның 350 жылдығы кез келген емес, кез келген адам ұтады.
Қолыңнан келсе біраз аттегілер ұтпады ма? Сен ұттың міне, саған бұйырды. Бүгін той. Жетшелпек тарат, Мөңкөбей бабаның атына ас бер ауылға бар. Көршілердің басын қос. Дұрыс па ағайын? Құдай тамақ бер, Құдай шай бер. Жу! Жибіңді. Бізге де шот алып тастап кет. Шаш жинап берген бәрі, соғарып соқ. Бір ақ мінгізіп, Мөңкөбей бабаңның 350 жылдығын ұту деген. Ой, арман ғой. Үшінші келе атыр мұна тағай. Бағанан Шабандоз ғой, я? Ал, бір күрігі бар әлі. Қайда болан әлі. Үшінші орын келді. Оған бір күрік бар. Дәл осылай тағы бір күрік чауып жүрсең, сен күте тұрамыз. Қасымыз жоқ. Шабандоз тағы бір күрік айналып кел. Үшінші келесің айналып келсең. Аман келді ағам. Нар ағам ғой, нар ағам. Міне келе жатыр Қадыр ағайын. Қарлығаш, міне алдыларыңызда Қарлығаш ат Сайгүлек ағайын. Атақты Қарлығаш. Әкесі Шабандоз, баласы Атбек әкесі. Міне қошемет ұрпақтар сабақтастығы. Әкесі мен баласы міне. Әке көрген Олжанар, шеше көрген Топшер. Тұлпардың жолын тай басар. Әкенің жолын бұл басар. Ол өссе әке де бала, тай өссе тұлпар де бала. Ей, шіркін ай! Менде де осында ұл болса ғой шіркін. Бізге де жұмысты болсын. Ана астындағы аты болмаса да, үстіндегі адам болса да жаман емес. Астындағы аты Қарлығаш. 5 жасар Байтал. Ай, шіркін ай. Мына бәйге тез бітіп болған сияқты өз. Көзді ашып жұмғанша бір рух оянып. Бітпес екен деп олдым. Үшінші кер атқан атта? Тізгінді жібер асаңыз, тізгінді жібер. Тізгінді жібер, өзі келсін ат. Жібер, жаман үйретті. Ертең айтады, тізгінмен ұстап кетті. Атта сезіп біліп бәді. Сәл аяғы ақсап, сәл өзде шаршап. Бірақ үшінші келді ағайын. Оңай емес, нағыз еңбек. Міне, үшінші. Төртінші нөмірдегі атаман ғой, я? Атаман. Атырап облыс ағайын үшінші келген. Қарақұс. Ай, Қарақұстың шабысы өте жақсы. Сәл сол аяғы сермеп қалды. Бірақ өте керемет жатты Қарақұсты. Төрт келе атыр мына жақта. О, міне. Жетектеп. Мөңкөбей бабамыз айтқан ғой заманда. Мөңкөбей бабамыз айтқан ғой, 10 жастағы баланы бөгет дейтін болады. Жүйрік аттың өзін жетектейтін заман болады деген. Төртінші келген тұлпар. Қазір 9-шы нөмірдегі Қалқаман. Серік Шабалалық бәрізі Қалқаман, Серік Қазыбек. Атақты Сикош Қазыбек. Қалқаман деген оңай ат емес. Әдемі келетін еді. Қалқаман өзі жалпы қалмақтардың ең мықты батыры болған ғой кезінде. Мықты батыр болмаса Қалқаман деген ровно 27-ге жаратқан қойған ғой, даже бір артық жаратып жіберген. Сол Қалқаман жауынгерлігін қараш, шабыс, қараш, қансоқы қараңыз, қансоқы, бір соқ. Шапалап аламыз ба? Қазақтың баласы, қазақтың баласы, қазақтың бабасы. Мөңкөбей бабаның 350 жылдығы бар. 5-ші келудің өзі тоқта жойғанбыз, қоштаспаймыз ағайын. Бәйге қалай жақсы өтті ма? Өремін! Қазір қоштаспаймыз. Осы жерде біздің жігіттер, біздің облыс мәдениет, культураның жүргізу
жүргізушілері, қыздары, арнайы облыс зам әкімі де келіп отыр осы төрге, қадірлі ағайын. Жаңа атап өткендей 6-шы келе жатыр ма? 6-шы келе жатыр міне. Елеу Ғалымжан Алмасбекұлында болсын міне. Бәйгенің бас қасында, ұлттық дәстүрдің жанында осы бәйгенің өтуіне атсалысып. Сол кісілер марапаттайтын болады. Ай, жарайсың жамандап. Бізде алтыға жүлде бар ма? Тамаша достар, бүгінгі бөлгімігіміздің 350 жылдық мерейтойының керемет үш дүркін Açarız бәйгесін өткізіп жатқан біздің ұлттық спорт комментаторы Елдос Сүминова. Қол соғмай достар. Үндет Амандоғлы сахна төріне шақырылады. Күмісбек Ерсұлтан, Назарқұл Сұлтан, Әдебиет Нұрхат, Сайлауғали Мирас шақырамыз сахна төріне. Келіңіздер. Керемет біздің шабандозларға қол соғайық ағайын. Әдебиет Нұрхат қайда екен? Бар ма? Жақсылап тұрып қол соғайық, бәріміз бірге. Ал жігіттер алдыға шығып бір сахналарды көріне қойыңдар. Ол енді бүгінгі елдің ерекше ыстық ықыласы, тамаша қошеметі, бұның бәрі сіздер үшін кәнекей, барлығымыз бірге. Бүгін тарихи сәт, Мөңке би аталарыңыздың 350 жылдық мерейтойында осындай керемет бәйгеге қатысып, жеңімпаз атанып жатсыздар. Ендеше осынау марапаттау үшін сахна төріне атамыздың бабамыздың ұрпақтары Әлмұрат Қуанышбай, Садақбай Өтегенов ағаларымызды кәнекей сахна төріне шақырайық достар. Мерейтой бүгінгі үлкен бұлағында ас құтты болсын. Ал енді марапаттау рәсімін бастайық. Олай болса, 5-ші орында барлықтарыңыздың көз алдарыңызға межеге жеткен осынау балауса атты өздеріңіз көрдіңіздер. Иесі Қоңыратбай Жұмабай, бапкері Нұрболат, Мәртөк ауданы Сүндет Амандоғлы марапатталады. 5-ші орын. 200 мың. Нормально. Нормально. Әдемі. Сертификат 200 мың теңге. Әдемі. 4-ші орын. Өздеріңіз көргендей көз моншақ. Иесі Қобландин Данияр, бапкері Оразалиев Ержан, Шалқар ауданы Күмісбек Ерсұлтан марапатталады. 4-ші орын. Ақшалай қоры 300 мың теңге. Әдемі. Қалдақ, иесі Уайсов Берек, бапкері Аманкеш Қайрат, Мұғалжар ауданы Сұлтан Назарқұлов марапатталады. Әдемі. 3-ші жүлделі орын. Жүлде қоры 500 мың теңге.
О, Әдемі. Енді қол соғып қолдап тұрғаны жақсы болар еді осы ретте. Жүлделі екінші орын Ясин. Нұрдәулет шаруа қожалығы, Ақтөбе қаласы, бапкері Нартай Өмірзақ, әдебиет Нұрхат марапатталады. Жүлделі екінші орын. Қаржылай қоры 100 мың теңге. Ал енді Құнан бәйгесі бойынша жүлделі бірінші орында Шамшырақ Үмбетовтер әулеті Алматы қаласы, бапкері Шершенбаев Нұр. Мирас марапатталады. 1 миллион теңге қаржылай сыйақы. Бірінші жүлделі орын. Құтты болсын. Болсын. Кәдеге қол соғайық ағайын. Текте топ бәйгесі бойынша сахнаға әдебиет Нұрхат, Күмісбек Ерсұлтан, Антоненко Дима және де Мерей Ғарипуллин шақырылады. Келіңіздер. Бізді марапаттау үшін сахна төне бүгінгі таңда Мөңкебе атамыздың ұрпағы Өкенов Бақтыбай ағамыз және де ұлттық спорттық қауымдастығының төрағасы облыстық мәслихат депутаты Марат Қойлыбай мырза, шақырамыз ортаға өздеріңізді. Сонымен қатар осы ретте марапаттау үшін бүгінгі біздің енді осы Ақтөбе қаласына ерекше осындай ат терлетіп келіп жатқан Қазақстан Республикасының мәжіліс парламент депутаты Болат Бақбергенұлы Керімбек, кәнекей, сахна төріне шақырамыз. Hoş gördük өзіңізді. Топ бәйгесі бойынша жүлделі 4-ші орында марапатталады Хан Нұрдәулет шаруа қожалығы, Ақтөбе қаласы, бапкері Нұртай Өмірзақов, Шабандоз әдебиет Нұрхат. Қол соғайық достар, 4-ші орын. 300 мың теңге ақшалай сыйақы. Нұрхат, ортаға келіңіз. 4-ші орын. Жүлделі орын Шаңыз Шалқар ауданы Қобланген Данияр иесі, бапкері Оразалиев Ержан, Шабандоз Күмісбек Ерсұлтан. Қол соғайық. 3-ші жүлделі орын. 500 мың ақшалай сертификат. Сақып Меренбек иесі, бапкері Сақып Меренбек, Ақтөбе қаласы, Шабандоз Антоненко Дима. 2-ші орын. Молодец. Бүгін барлығыңыз осындай тамаша сәтте куә болдыңыздар. Жүлделі 1-ші орында Барыс Сәтбаев Сапарғали, Алматы облысы, бапкері Жамбыл Бөкенбай. Молодец. Шабандоз Мерей Ғарипуллин, 1-ші жүлделі орын. Қол соғайық достар. Автокөлік иесі бүгіннен топ бәйгесінде 1-ші орынға иеленген. Автокөлік иесіне қол соғайық. Барлығымыз бірге. Әдемі. Молодец. Құтты болсын. Еңбек деген осы ғой. Еңбек қайтты деген осы. Молодец. 1-ші орын. Шосы бойынша марапаттау рәсімін бастаймыз. Ендеше сахна төрінде Орынбасаев Сартай, Жоламан Алмас, Сейдолла Айдар және де Әмір Сералы. Шақырамыз өздеріңізді.
Келіңіз. Мына екінші орынға ма? Иә, жаңағы. Анау топ бәйгенің бірінші орны ма? Топ бәйгенің бірінші орны ғой, иә, жаңағы. Алматы туған. Ал енді осындай бүгінгі керемет аламан бәйгесі бойынша жеңімпаз атанған шабандоздарымызды құттықтап және де марапаттау үшін сараң бастауында ақ батасын берген Елемесов Жеткерген ағамызды шақырайық сахна төріне. Қол соғайық ардақты ағайын. Ағайын. Қадірлі ағайын, әрине енді мынандай тамаша керемет межеге жетіп, алдарыңызда үлкен айналымда аламан бәйгесінде жеңіске жетіп тұрған үздік 5 біздің шабандоздарға бір жақсылап тұрып қол соғайықшы. Марапаттау. Әреке барлығымыз бірге. Аталардың аруағы қолдап жүрсін өздеріңізді. Ал енді 5-ші орынды иеленген Көгершін Біржанов Қуанхан Шалқар ауданы Орынбасаров Сартай марапатталады. 5-ші жүлделі орын. Ақшалай қоры 300 мың теңге. Кәнеке. Молодец, құтты болсын. 5-ші орынға. Иә. Сінде 4-ші болып келген Қалқаман Қазенов Нұрлан иесі, бапкері Серік Қазбек, Абай облысы Жоламан Алмас марапатталады. 4-ші орын. 500 мың ақшалай сыйақы өздеріңізге табысталуда. Әнекей 3-ші жүлделі орын Қарақұс Қабит Алтынбек иесі, бапкері Есенберей, Атырау облысы Күмісбек Ерсұлтан марапатталады. Әнекей қол соғайық ағайын. Құтты болсын. Аламан бәйге. Ақшалай сыйақы табысталуда шабандозымызға. Жүлделі 2-ші орын Атаман Нұртас ат әбзелдер дүкені. Бапкері Майлыбаев Жандос Ақтөбе қаласы Сейдолла Айдар марапатталады. 3-ші жүлделі орын. 2-ші жүлделі орын. Ақшалай қоры 1 миллион теңге. Енді бүгін көз алдарыңызда автокөлік Житур бүгінгі аламан бәйгесінде бірінші болып келген. Алдарыңызда Қарлығаш Искаков Берамхан иесі, бапкері Мирасылимов Азамат, Абай облысы Аягөз ауданы. Молодец, құтты болсын. Житур, Абай облысына кетті. Қарлығаш ұтып. Құтты болсын. Мөңке би атамыздың 350 жылдық мерейтойында осындай керемет жүлделі орынға ие жатқан барлық жеңімпаздарымызды ұлықтап құттықтайық ағайын. Бірге! Молодец, құтты болсын. Абай облысы Аламан бәйгесінде бірінші орынға жеткен Қарлығаш Әбир Сиралы шабандозға қол соғайық. Құтты болсын. Автокөлік иесі.